Алтынның қалай өндіріліп және оның қалыпқа қалай құйылатынын көзбен көрдіңіздер ме? Армысыздар ағайын. Эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Біз бүгін Алтындау Көкшетау кен орнындамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ақмола облысы Зеренді ауданындағы Васильков жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алтындау Көкшетау алтын руда кешеніне Астанадағы кен өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы жөніндегі халықаралық басқарма отырысына қатысу үшін шет мемлекеттерден қонақтар барды. Мұнда келудегі мақсат өңірдің әлеуметтік және экономикалық дамуында, азаматтар мен қоғам өмірінде кәсіпорынның алатын орнымен және кен өндіруші кәсіпорынның қызметімен танысу болды. Центральный диспетчерский пункт стекается порядка 13 тысяч сигналов. Орталық диспетчерлік басқаруға 13 мың белгі беріліп тұрады. Құрылғылардың негізгі бөлігі автоматты түрде жұмыс жасайды. Технологиялық өндірістің тәртібін диспетчерлік операторлар қадағалап отырады. Мұнау бірінші ұсақтап үгіту секторы. Әрмен қарай осындай тәртіп бойынша жұмыс жалғаса береді. Өндіруші салалардың ашықтық бағдарламасы 2002 жылы Йоханнесбург қаласындағы тұрақты даму бойынша өткен саммитте Тони Блэр бастамасымен қолға алынған мұнай, газ және тау-кен өнеркәсібінің басқа салаларындағы табыстардың ашықтығын қамтамасыз ететін әлемдік үлгідегі бағдарлама. На сегодняшний день мы показали деятельность нашего предприятия. Бүгін біз кәсіпорнымыздың қызметін таныстырдық. Негізгі технологиялық процестерді көрсеттік. Әрине алтын өндіретін орын олар үшін қызық болды деп ойлаймын. Келген делегация біздің компанияның ұжымымен танысты. Представитель данной делегации с коллективом нашей компании. Карьердегі жұмыс жүйесімен алтын өндіру процесін, жарылыс жұмыстарын, сонымен қатар алтынды іріктеп теріп алу фабрикасы және алтынды балқыту жұмыстары да көрсетілді. Халықаралық басқарма құрамына 51 ел кіреді. Олардың қатарында өндіруші салалардың ашықтық бағдарламасы талаптарына сай келетіндері 31. Мәселен, Қазақстан, Норвегия, Албания, Перу, Индонезия, Ирак, Монғолия, Қырғызстан, Африка континентіндегі елдер. Халықаралық басқарма құрамында бірігіп қызмет атқаруға Қазақстанның мүмкіндігі жоғары. Жер қойнауы байлықтары мол. Бұл салада мөлдірліктің қалыптасуына ықпал етсек дейміз. Қазба байлықтар халықтың игілігіне жараса болғаны. Бүгінгі алған әсерім ерекше. Қазақстанда бұл жұмыс 2005 жылы мемлекет басшысының өндіруші салалардың ашықтық бағдарламасына қосылу қажеттілігі жөніндегі өтінішінен кейін жүргізіле бастады. Деятельность по ИП-2 координируется Национальным советом заинтересованных сторон. Қазақстанда өндіруші салалардың ашықтық бастамасы қызметін инвестициялар және даму министрі Қасымбек Жеңіс Махмұтұлы басқаратын мүдделі тараптар ұлттық кеңес үйлестіреді. Оның құрамына Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары, мемлекеттік органдар, мұнай-газ компаниялары мен тау-кен өндіру секторларының өкілдері кіреді. Шешім тараптардың консенсусы негізінде қабылданады. Также компании недропользователи, представители компании недропользователи. Шетелден келген қонақтар алтын өндірісімен толықтай танысты. Фабриканы аралап көріп, ең соңында құйылған алтындарды да қолдарына ұстап көрді. Мұна бір бөліктің өзі ғана 14 килограмм екен. Бір адам әрең көтереді. Алтынтау Көкшетау акционерлік қоғамы қоластындағы қызметкерлерге ғана жағдай жасап қана қоймай. Сонымен қатар облыста әрі әлеуметтік жобалардың қолдаушысы болып табылады екен. Қазір біздің Алтындау Көкшетау акционерлік қоғамында 2000-нан артық кісі жұмыс істеп жатыр. Негізгі қазіргі жұмыс орны ашылғаннан бері Зеренді ауданы бойынша, Ақмола облысы бойынша көп адамға жаңа жұмыс орындары болды.
Сонымен қатар, мысалы біздің қазір жұмыскерлер осы маңайда 10-12 ауылдан келіп жұмыс істейді. Біріншіден уақытында жалақысын алады. Екіншіден оларды біз апарып, алып келу біздің компанияның көлігімен жасаймыз. Әлеуметтік бағдарлама бойынша Көкшетау қаласында біздің компания қалаға сыйлық ретінде балабақша салып берді. 600 миллионнан аса теңге ақша жұмсалды. Қазір ол балабақшаға қаланың балалары барады, біздің жұмыскерлердің балалары барады. Кейбір кезде зейнеткерлеріміздің де балаларын жұмыс істеп жүрген жігіттердің немерелерінде сонда орналастырып тәрбиелеп жатыр. Өндіруші салалардың ашықтық бастамасы бойынша халықаралық басқарманың отырысы Астана қаласында өтуде. Аталмыш жиында өзекті мәселелер мен кен өндіру саласы қызметінің ашықтық бағдарламасының жүзеге асу перспективалары талқыланды. Мұндай жиын Орталық Азияда бірінші рет өтуде. Іс-шараға мемлекеттер мен үкіметтердің басшылары, өндіруші сала қызметінің ашықтық бастамасына қатысушы елдер, профильдік салаларының министрлері және халықаралық қоғамдық ұйым өкілдері қатысты. Олар өндіруші сала қызметінің ашықтық бастамасын іске асырудағы Қазақстанның жетістіктерімен танысып, және өз елдерінде бастаманы енгізу бойынша тәжірибемен бөлісті. Халықаралық басқарманың басшысы Фредерик Райнфельд бұл тұста Қазақстанның мүмкіндігі жоғары екенін жасырмады. Coming from all over the world, but also from on the side of Kazakhstan. Өндіруші сала қызметінің ашықтық бастамасы үшін Қазақстан маңызды мемлекет. Табиғи ресурсы мол. Бұл жердегі негізгі сұрақ өндіруші сала қызметтерінің кіріс пен шығыс есептерінің ашықтығында, яғни айқын болуында. Табиғи ресурстарды пайдаланушылардың мемлекет қазынасына түсетін қаржымен бірге салық пен бюджет төлемдерін фискальды салыстырмалы түрде төлеуді қосады. Бірінші сессия шеңберінде Қазақстанда өндіруші сала қызметінің ашықтық бастамасын іске асырудағы прогресс, өзекті мәселелер және болашағы туралы өндіруші сала қызметінің ашықтық бастамасы халықаралық басқармасы мен валидация жөніндегі комитеттің мүшесі Базарбай Нұрбаев мырза айтып берді. Ондағы бастапқы мәселе не? Мына біздің өндіруші саладағы түсіп жатқан салықтардың қайда кетіп жатыр. Оның ішінде мынау инфраструктураға, облыстарға жұмсалып жатқан салықтар қай жаққа жұмсалып жатыр, қалай жұмсалып жатыр, ол халыққа қандай пайдасы бар. Соны толығымен ашықтық қылып, жариялап, оны халыққа жеткізіп отыру. Бастапқы мәселенің осындағы мәселенің бәрі. Енді бұл қазір әлемде 51 ел осыған толық мүше болып есептелінеді. Ендігі жаңа стандарттар осы 16 жыл қабылданған үлкен глобалдық конференцияда. Сондағы бастапқы мәселе мынау біздердің бенефициарлық құқық дейді. Соны барлық мемлекет өтеу керек. Биыл ақпан айында Лима қаласында өткен өндіруші сала қызметінің ашықтық бастамасы жөніндегі жаһандық конференциясында өндіруші сала қызметінің ашықтық бастамасы жаңа стандарт қабылданды. Бұл стандартқа сәйкес бұған дейін ұсыныс сипатындағы талаптар енді міндетті түрде орындалуы тиіс. Сондай-ақ 2020 жылға қарай жер қойнауын пайдаланушы компаниялардың бенефициарлы иелерін жариялау туралы талап міндеттелетін болады. Қазақстан тамаша үлгі көрсетіп отыр. Мемлекет болсын, азаматтық қоғам болсын, бұл бастаманы жақсы қолдауда. Бұл ақпараттандыру бағытында өте маңызды. Халықтың әр кен орнының жұмысы, қаражаты туралы хабардар болуы, кіріс пен шығыстың айқын болуы біздің басты мақсат. Өндіруші сала қызметінің ашықтық бастамасы барлық қағидаларына сәйкес болу үшін Қазақстан өндіруші сала қызметінің ашықтық бастамасына мүше мемлекеттердің тәжірибесін қолданып, оны насихаттауда, ал кейбір жағдайларда өзгелерге үлгі болып отыр. Біздің мақсат халықтың игілігі үшін өзіміздің табиғи байлықтарымызды дұрыс әрі ашық басқару. Өндіруші сала қызметінің ашықтық бастамасын жүзеге асыру бюджет кірісінің ашықтығын ғана емес, сонымен бірге аймақтарды дамыту туралы әлеуметтік бағдарламаларға бөлінген бюджет қаржысын жұмсаудың ашықтығын қамтамасыз етеді.